Бәріне сәлем, мен Павлодар қаласының мұғалім дүкенінің консультанты Тибі Байгүлдаз боламын. Бүгінгі обзор жасайтын кітабымыз Франция елінің француз ақыны және де жаңа буын жас ақын Гийом Мюссо. 7 жыл бойы оның кітаптары 30 миллион тиражбен сатылып, және де 42 тілге ауыстырылып, бүгінгі күнге дейін Франция елінің халықтарының сүйікті авторына айналған Гийом Мюссоның «Тайная жизнь писателей» атты кітабы. Ол кітаптың сюжеті бойынша жазушы деуге болады Рафаэль Батай өзін жазушылық жолын бастап, бірақ әлі де сәттіліктің құйрығынан ұстай алмай, өзінің сүйікті жазушысы Натан Фаулздың тұратын жеріне келеді. Натан Фаулз болуша, ол көптен бері жазушылық тастап, өзінің үш атақты әйгілі романдары бойынша танылып, кейін мезеттен ешқандай түсіндірусіз жазушылықты қойып кетіп, Бамон есімді Франция елінің жағалауындағы кішкентай аралға барып қоныстанған. Рафаэль болса, соның жанына барып барады. Кейін олардың жандарына тағы бір журналистка Матильда Монне қосылады. Матильда Монне болса, Фаулздың өміріне қатысты бір-екі суреттер тауып алады. Және де енді сұрақ, Фаулздың өміріне бұның қандай қатысы бар? Ол көп жылдар бері жалғыз өз аралда тұрып келген, және де кенеттен пайда болған тілші қыздың суреттері оның өміріне қалай әсер етеді. Және де бір қызығы, дәл осы кезде аралда ешқашан өлмейтін деп аталатын эвкалипт ағашына Аполлин Шапью есімді әйелдің денесі шегеленген болатын. Осыны тауып алады, сосын Рафаэль келеді, Матильда келеді. Аралда күтпеген мезеттен тыныш жатқан арал барлық жаңалықтардың ортасына айналады. Және бұған Натан Фаулздың қандай қатысы бар? Бұл өте қызықты сұрақ. Осының жауаптарын білгіңіз келсе, осы кітапты оқуға кеңес беремін. Сау болыңыздар.